Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, тойымды, тез дайындалатын кешкі ас дайындаймыз. Бізге қажет заттар пияз, тартылған ет, кәді, осындай 3 ақ заттан дайындалатын кешкі асымызды бастауға кірісейік. Кабачкиміздің керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және видеода көрсетілгендей осындай дөңгелек қылып кесіп шығамыз. Қатты жұқада қылмаймыз, қатты қалыңда қылмай орташа қылып кесеміз. Пиязымды жуып дайындап қойдым. Енді ұсақтап турап шығамын. Начинкамызды дайындаймыз. Ыдысымызға туралған пиязымызды саламыз. Үстінен тартылған етті саламыз. Және татымына қарай тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй жағдайына өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Кесіліп дайын тұрған кабачкиларымызды осылай қасықтың көмегімен ойып аламыз. Қатты ойып жібермеңіздер, тесіліп қалмау қажет. Енді дайын тұрған тартылған етімізді осыған саламыз. Қазіргі кезде нағыз кабачкиздің сезоны болып тұр, сондықтан осындай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және тез дайындалады. Бір жағынан ерекше кешкі ас болып есептеледі. Кабачкиларымызды барлығын ойып осылай дайындап аламыз. Үстіне начинкаларын тез-тез салып шығамыз. Бұл тамақты дайындаудың әдісі ұнайды маған, себебі бұны духовкада пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 30-40 минутта пісіп шығады. Мінеки барлығын дайындап алдым. Енді духовкама салып пісіріп аламын. Кабачкиларымыз пісіп дайын болғанша гарнирін дайындай береміз. Мен гречка дайындап жатырмын. Ыстық суға салып пісіріп аламын. Гарнирге кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Күріш немесе пюре. Мінеки біздің ыстық тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Тартылған еттеріңіз майлы болса, тіпті керемет болып шығады. Осылай жеке салсаңыздар болады, үстінен көк пияз сеуіп, немесе гарнирмен де ұсынсаңыз болады. Мен гарнир ретінде гречка пісірдім, осылай қылып салдым. Күріш немесе картошкамен пюре жасасаңыз да болады. Сіздерге видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.